Ассалаумағалейкум достар, халдеріңіз қалай? Сонымен Қазақ автоэлектрігі, есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Біраз жоғалып кеттік пе? Иә, кішкене ауырып қалып, сырқаттанып қалып, Аллаға мың шүкір, бүгін тұрып жұмысымызға қайтып келдік. Достар, сіздерге пайдасы тиіп қалар бір кездерде деп түсіріп атқан жайым бар бұл видеоның. Достар, тыңдап алсаңыздар, бұл электронный дроссельный заслонка. Қазіргі жаңа көліктерде кездеседі. Бұл кей кезде жасамай қалады. Көлікті өшіріп, от алдырсаң, қайтып жасап кететін жағдай болады. Сол кезде достар, бұны ауыстырудың қажеті жоқ. Аккуратно мына арнайы теміршектері бар. Көрдіңіздер ме? Осыны теміршектерін алып, аккуратно ашамыз достар, бұлай отверткамен асықпай, ішіне отверткаларыңыз пук етіп кіріп кетпесін, байқаңыздар. Осылай ашамыз достар. Сосын достар, міне мынада көрсеңіздер тіл бар. Мынаның ішіндегі мына схемаға тиетін тіл бар. Сол тілді бетін аккуратно тазалап, жайлап көтереміз бәрін. Бүйтіп аккуратно көтеріп. Достар, осы тіл слабый тиіп қалады. Одан кейін ерінбей, мына шестернаны аламыз. Мынаны минус плюске аккумуляторға тегізсек, мына шулап айналады. Соған бір көз жеткізіп аласыздар, достар. Болғаны. Осылай аккуратно қайтып орындарына саласыз шестернаны. Одан кейін достар, мынаны жақсылап, былай айтқанда спиртпен жақсылап сүртіп жібереміз. Сосын мына штекердің ішін жақсылап тазалаймыз. Мына ішінде тілдер бар, сіздерге көрінбейтін шығар тістері. Сол тістерді аккуратно отверткамен жылтыратып тазалап аламыз. Достар, одан кейін спокойно орнына аккуратно саламыз. Бұл дроссельный заслонка жаңағы жасамай қалу әдетін қояды, достар. Сіздерге пайдасы тиіп қалар деп көрсеткен видеом. Ұнап жатса, кеңесім пайдалы. Лайкап айтып, кайфап айтып, сұрақтарымызды қойып отырамыз, видеоны таратамыз барлығына. Көліктеріңіз сынбасын әрқашан. Алдарыңыз ақ жол болсын, Алла нұр жаусын. Сау болыңыздар.